Сіздің есебіңізше тасқын судың салдарын жоюға қанша қаражат кетеді? 200 миллиард теңгеден астам қаражат енді шығынның мөлшері деп жатыр. Бірақ та менің ойымша енді бұл тағы да еселене береді. Сіздіңше бұл мемлекет тарапынан беріліп жатқан көмектер жеткілікті ме? Артық айтсам халқым ренжімес, мысалға бір басылдық психология бар сияқты көп адамдарда. Мемлекет ол өзінің қолда бар мүмкіндігіне байланысты бюджеттегі қарастырылған қаражатқа байланысты көмектеседі. Ол біреуге аз тиюі мүмкін, біреуге көп тиюі мүмкін. Ал енді көршілес мемлекеттер қарайтын болсақ, әрине үйі бұзылса да, оның жаңағыдай экономикалық шаруашылығы барлығы да құлдырап кетсе де, бір реттік қана көмектер беріледі, яғни 100 мың рубль, енді біздікімен шаққан кезде 500 мың, 600 мың теңгенің көлемі болатын болса, сондай ғана көмек. Үйлерімізге әр шаршы метріне 400 мың теңгеден ақы төленіп, сол ақыны қолымызға алғымыз келеді деп талап қойып отыр. Бұл енді қаншалықты әділетті және заңға сыйымды? Сол қаражаттарды немесе сол мал мүлікті дұрыс игере алмай, аяғында тағы да қолдарына арқан ұстап қалған азаматтар көп болған. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, көзі қарақты көрермен, назарларыңызда Айқын YouTube арнасы, оның жүргізушісі мен Қайнар Жұмағожа. Бүгін күні біз елімізде орын алған төтенше жағдайлардың экономикалық салдар төңірегінде тілдесетін боламыз. Ол үшін арнайы спикер шақырдық, таныс болыңыздар. Айқын YouTube каналының кезекті қонағы елімізге белгілі экономист, сарапшы Бауыржан Мұратбекұлы Ысқақ. Бауыржан аға, ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай, жақсы ма? Көңіл күй енді бүгінгі жексенбілік көңіл күй жақсы, тамаша бар. Рахмет, жақсы аға. Енді осы жексенбіде уақытыңызды бөліп бізге сұхбат беруге келіскеніңіз үшін әңгімеміздің әліппесінде алғыс білдіреміз аға. Енді сізге қойылатын сұрақ көп аға. Әйткенмен сұрақтардың ішінде біз екшеп-текшеп осы төтенше жағдайлардың экономикалық салдар төңірегінде сізбен тереңірек тілдессек деген ниетпен шақырып отырмыз. Енді әңгімемізді бастамас бұрын мына бір сұрақты сізге бір қояйыншы аға, өзіңіздің азаматтық пікіріңізді білдіргеніңізді жөн деп біліп отырмын. Табиғи апат деген әңгімені естіп жатырмыз. Жалпы бұл табиғи апаттың алдын алуға болар ма еді сіздіңше? Иә, бұл сұрақ енді әрине көптеген осы су тасқынына ұшырап, қазіргі уақытта бір қиын жағдайға ұшыраған, немесе тіпті сол басқа да өңірлерде тұратын қазақстандықтардың да көкейіндегі мәселе. Бұл әрине бұған енді тікелей нақты жауап беру өте қиын. Енді әңгімеміздің әлқиссасын біраз әрірек бастайтын болсақ, жалпы бұндай су тасқындары дейміз, техногендік сипатқа ие әртүрлі табиғи апаттары, бұл енді бізде бір биыл ғана болып жатқан дүние емес. Жалпы бұл жылда демесек те бір жылдар алатып келіп отыратын дүние. Енді жалпы су тасқынның өзінің біраз әр жағына баратын болса, жалпы әлемде бұл соңғы уақыттарда мынау қоңыр экономиканың, яғни экономикалық өндірістің немесе бір үлкен құрылыстардың, табиғаттың өзінің бір заңдылықтарын бұза отырып жұмыс жасауының нәтижесінде де бір себептері бар сияқты. Жалпы қазіргі уақытта мынау біздің қоршаған ортаға шығарып жатқан зиянды қалдықтарымыздың көп мөлшерде болуы, немесе жаңағы суға ағызып жатқан тағы да басқа әртүрлі химиялық элементтердің де мынау қоршаған ортада көп болуының өзі де мынау әртүрлі жер асты сулары бар, жердің бетіндегі сулар бар, міне осылардың да бір қалыпты ырғағынан айырып тастағанда, екіншіден жалпы соңғы уақыттарда әлемде бір жылыну процесі, жалпы мынау мұзды мұхиттың өзінің температурасының мынау 1,5-2%-ға дейін көтерілуі деген сияқты бір салдардың өзі де міне осыған бір әсерін тигізетін сияқты. Одан кейін мына көршілес Ресейдегі анау Біріккен Араб Әмірліктерінде болып жатқан жағдайдың барлығы да осыған себеп. Бірақ та енді осының барлығында осы мынау біздегі әкім қаралардың немесе осыған тікелей жауап беретін арнайы мемлекеттік органдардың, орталық жергілікті атқарушы органдардың ауыздарын қуысып шөппен сүртуіне де негіз болмауы керек. Яғни айтайын дегенім, жалпы қандай да бір техникалық болатын жағдайлардың барлығында біз есепке ала отырып алдын алуға мүмкіндігіміз бар еді. Өйткені қазір енді жалпы мынау әлемдегі технологияның дамуы біздегі мынау бұрынғыда 2-3 күннен кейінгі болатын күннің райы емес, 2-3 жылдан кейінгі болатын, яғни қардың қалай түсуі,
жаңбыр қалай жауады деген сияқты сұрақтарға біз 99.9% жауап алынатындай жағдайда осы бір мынау су тасқынның алдын алуға мүмкіндік бар екендігін айтқым келіп отыр. Өйткені білесіздер, міне былтырғы жылы осы батыс өңірлер болмасын, мына қазіргі судан өте қатты зиян шегіп отырған солтүстік өңірлерінде қардың қалыңдығы кейбір жерлерде 2 метрге дейін жеткендігі. Яғни ол қардың бір уақыттарда өзінің табиғаттың қалыпты жағдайына түсіп, көктемнің уақытында ерейтіндігін де біз білдік. Яғни осы бір үлкен су тасқынның алдын алуға бір 50-60%-ға дейінгі мүмкіндік бар еді. Бірақ та әттеген айымыз сол жердегі тікелей жергілікті атқарушы органдардың салғырттығы дейміз ба, немесе сол жердегі бір осы шаруашылыққа ебі бар азаматтардың, сол жердегі әкім қаралардың мынау қағазбастылыққа ұшырап кеткендігі дейміз ба, немесе бір тікелей мынау мемлекеттік атқарушы органдар, орталық атқарушы органдардың тарапынан бір бақылаудың болмағандығы, яғни екі жердегі осы жергілікті немесе орталық атқарушы органдардың арасындағы бір жүйесі жұмыстың нәтижесіне алып келіп отыр. Қазіргі көріп отырған мына халықтың үлкен қиынға ұшырап отырғандығының да әр жағындағы үлкен жауапкершілікті де сол азаматтардың да үлесі бар деп өзім айта аламын. Жақсы, енді сөзіңіз аузыңыздағы қазір кейбір сарапшыларымыз, депутаттарымыз осы күнге дейін Қазақстанның төңірегінде ірілі ұсақты 10-ға жуық осындай су тасқыны орын алды дейді. Демек, билік бұдан сабақ алмағанын білдіреді ма? Иә, бұл енді былай ғой, негізінен бұл енді біз көбінесе сол қазіргі ұлттық қордың қаражатының көмегімен дейміз ба, немесе сол жердегі мынау жергілікті атқарушы органдардағы резервтік қаражаттың көмегімен біз көп болып атқан ірілі ұсақты жаңағыдай су тасқындарын осындай бір мемлекеттік масштабқа жеткізбей, ақшаның күшімен жауып тастап, жаңағындай бұл бір үлкен мемлекеттік дәрежеге жетпегендігі. Егер де мысалға мынау қаражаты аз, жаңағындай бір қиын экономикалық өсімі төмен мемлекеттерде бұндай болатын болса, біз ол мемлекеттер сол дереу сол уақыттарда бір іс-шаралар қабылдаушы ма еді. Мынау суға жауап беретін тіпті министрліктің өзі міне былтыр ғана құрылды. Оның өзі мына президенттің өзі жаңағындай арнайы тапсырма беріп, бір алдын ала бір болжамдардың есебінен осыны министрлікті 25 жылдан кейін барып құруының өзі. Яғни осы бір халықтың тікелей халық шаруашылығына, ауыл шаруашылығына, мал шаруашылығына тікелей жауап беретін секторға деген көңілдің осы өткен 30 жылда бөлінбегендігі. Яғни мүдделі топтардың сол бір үлкен халыққа тікелей әсерін тигізетін секторға назардың аудармағандығынан, ал жаңағы мынау 30-ға жуық әртүрлі ірілі ұсақты болып атқан жағдайлардың барлығын осы биылғы болып атқан су тасқыны жауып кетіп жатыр. Оны біз мынау соған бөлінетін, солдан кеткен шығындардың көлемімен де айтуға болады, немесе соның мына халыққа тигізген зардабымен де есептеуге болады. Яғни біз өткен сынақтардан, өткен әртүрлі қиыншылықтардан сабақ алмағандығымыз, оны қазіргі мемлекеттің өзі де билік өкілдері мойындап отыр, және де соның алдын алуға байланысты енді әртүрлі іс-шаралар қарастырып жатқан сияқты. Жақсы. Енді сізді экономист ретінде шақырдық қойға. Әрине, төтенше жағдайдың біз қазір себебін зерделейтін болсақ, ұзақ уақыт кетеді. Қазіргі негізгі мәселе салдарымен күрес. Қазір енді рас мемлекет тарапынан салдарымен күрес жұмыстар қарқынды жүргізіліп жатыр. Енді осы тұрғыда экономист ретінде қандай баға бересіз, жалпы осы орын алған төтенше жағдайдың еліміздің экономикасына тигізетін салдары қандай болады? Әрине, бірінші кезекте бұл енді бір біздің экономикамызға, нарығымыздан тыс болып атқан дүние емес, тікелей керісінше сол жаңағы осы су шайып кеткен өңірлердің өзі, бұл біздің экономикамызға бір жан бітіретін, тікелей халықтың қалтасына әсерін тигізетін, халықтың күнделікті тұрмыс тіршілігіне бір өзінің үлкен үлесін қосатын өңірлер. Мына батыс өңірлері, жаңағы Атырау, Ақтаудың өзі, ол енді біздегі мынау мұнай-газ секторы дейміз, химия өнеркәсібі дамыған, одан қала берді әртүрлі мынау ауыл шаруашылығымен тікелей байланысты өңірлер болғандықтан, және де мынау біз солтүстік өңірлерде айтатын болсақ, ол енді біздің астық өңіріміз, ол біздің жалпы мынау астық немесе
мынау азық-түлік қауіпсіздігімізді қамтамасыз ететін өңірлер болғандықтан бұлардың қазіргі уақыттағы салдары ол болашақта болатын салдарынан аз. Яғни біз оның әсерін осыдан бір 4-5 айдан кейін қатты сезілуі мүмкін. Өйткені жаңағы сол арқалық дейміз, мына Қостанай, Петропавл өңірлері мысалға қазіргі уақытта мынау егін шаруашылығы қарқынды жүретін уақыт. Соның нәтижесінде біз мына күздің уақытында біздегі мына бидайдың көлемін сонымен есептейміз деген сияқты мынау солтүстік өңірлерде қазір экономикаға, шағын және орта бизнеске үлес қосып отырған кәсіпорындар өте қатты зардап шегіп отыр. Міне осылардың өзі ол біздің қазіргі уақытта халыққа кері әсерін тигізеді. Бірінші кезекте біздің инфляциямыз енді 2022 жылы 25%-ық азық-түлік инфляциясына президенттің тапсырмасы арқылы әртүрлі үлкен бір стратегиялық жоспарлар арқылы біз оны 2 есеге төмендеттік қазір мысалға. Одан да ары қарай жаңағыдай тапсырма мысалға 7-8%-ға дейін түсіру межесі тұр еді. Бірақ та мына бір тосыннан болған дүние, бұл осы жаңадан сайланғанына бір 90-да болмаған үкімет ішінде үлкен сын. Екіншіден біздегі мынау қаржы экономикалық саясатына да өзінің бір өзгертулерін енгізуге мәжбүрлейтін жағдай. Өйткені осы ұлттық банктың басшысының жаңағындай хабарламасын естіген кезде жаңағы мынау біздегі ұлттық банктың бекітетін қайта қаржыландыру ставкасы деген бар. Соны біздің мақсатымыз әрбір квартал сайын ақырын төмендету керек болатын. Сол арқылы жалпы біздегі экономикаға арзан несиелер беру арқылы экономиканы жандандыру. Бірақ та соны төмендетпей, керісінше сол дәрежеде ұстап қалудың өзі бұл оның жалпы әлеуметтік экономикалық жағдайға қандай дәрежеде әсер етіп тұрғанын көрсетіп отыр. Өйткені жалпы былай айтқан кезде азық-түлік бізде көбінесе әлі де біз сырттан импорттайтын мемлекетпіз. Яғни азық-түліктің бағасы бір қатты қымбаттай қояды деп айта алмаймын. Бірақ та азық-түліктен басқа да жаңағыдай мына құрылыс материалдары, қазіргі мына сол өңірлерде құрылыс жұмыстары қарқынды жүретін кезде сол құрылыс материалдарына тапсырыс, яғни сұраныс артатындығы белгілі. Сол уақытта соның өзі біздегі сол бір ғана сегменттің өзі біздегі инфляцияның кем дегенде 5-6%-ға дейін қымбаттап кетуіне мүмкіндік береді. Яғни мемлекет қазіргі уақытта төтенше жағдай министрлігі өз тарапында жалпы мынау экономикалық блокқа жауап беретін 3 министрлік болатын болса, осы инфляцияның алдын алу жұмыстарын қарастыру керек. Яғни сұраныс қай салаларға, қандай заттарға, тауарларға артады, соны біз өзіміздің қазақстандық кәсіпорындардан шығару жұмыстарын қарастыруымыз керек. Ал егерде біз бұрынғыдай жаңағындай сол үлкен қаражатты, мемлекет тарапынан бөлінетін қаражаттың орнын сырттан келетін арзан тауарлармен, Қытайдың немесе Ресейдің, басқа да мемлекеттердің тауарларымен жабу қарқынын жалғастыратын болсақ, онда біз қайтадан қолымызбен өзіміз тағы да инфляцияны көтеріп аламыз. Ол өз кезегінде мынау қарапайым халықтың үстіне жығылған үстіне жұдырық болатын жағдай болып тұрады. Енді боларыс болдағы бояу сіңді. Сіздің есебіңізше тасқын судың салдарын жоюға қанша қаражат кетеді? Енді бұл қазіргі уақытта арнайы үкіметтік комиссия жұмыс жасап жатқандығы белгілі. Енді қазіргі мәлімет бойынша 200 миллиард теңгеден астам қаражат енді шығынның мөлшері деп жатыр. Бірақ та менің ойымша енді бұл тағы да еселене береді. Өйткені әлі де мынау біз толыққанды судың тоқтағандығын немесе жаңағындай қарапайым азаматтардың қандай дәрежеде шығынға ұшырағандығын нақты объективтерде әлі ешкім де айтып жатқан жоқ. Өйткені жалпы қазақ менталитетінде мынау қорада қойының құлағына ен тағып жаңағындай оны санаққа кіргізбеген, анау басқа да жаңағындай тауықтан бастап басқа да бір қажетті мынау адамдардың күнделікті өміріне қажетті мал жануарлары болмасын, немесе техникасы болмасын, немесе үйлердің өзін ешқандай да бір есепке алу мәселесі бізде осы көбінесе жаңағыдай кеш қалып жатқандықтан, осылардың өзі анықталған уақытында, яғни әрбір жанұя, мысалға бір қарапайым жанұя алатын болса, оның үйінен бастап қорасы, оның ішіндегі малы бар, сырттағы жаңағы басқа да қажетті шаруашылыққа қажетті дүниелердің барлығы есепке алынған кезде, бұны біз тағы да жаңағы сумманы тағы да 3-4-ке көбейте беруімізге әбден мүмкін. Қазір әртүрлі ірі компаниялар
Оның ішінде кәсіпкерлеріміз де бар. Жалпы осы күнге дейін жиналған жылудың көлемі 153 миллиард теңгеге жетті дейді. Әрине енді бұл қуантатын жағдай. Дегенмен осы жылулар ертеңгі күні ұстағанның уысында кетпеуі мен алаңдатады. Сізді қалай? Әрине, бұл да бір үлкен мәселе. Өйткені енді қазір енді жалпы мына әлеуметтік желінің дамуы, жалпы қарапайым азаматтардың осындай бір дүниелерден құлағдар болуының өзі, яғни қанша қаражат бөлініп жатқандығы, оның қалай жұмсалып жатқан деген дүние, ол осы уақытта, яғни президенттің өзі алдыңғы бір баяндамаларында айтты ғой, жалпы біз болмасыз жаңағындай бір экономикадағы үлкен шығын әкелетін ысырапсыз шығындардың алдын алуымыз керек деген сияқты мәселе көтерген. Бұл енді біздің жалпы экономистердің де осыдан қаншама жылдан бері көтеріп келе жатқан мәселеміз. Ал енді дәл осындай халықтың басына күн туып жатқан уақытта осындай асарлатып жинаған қарапайым азаматтан бастап осы елдің болашағына оң көзқараспен қарайтындай ірілі ұсақты кәсіпорындардың, компаниялардың қаражаттарының бақылауы бұл екі есе болу керек. Өйткені жалпы алмақтың да салмағы деген дүние бар. Ол әр азамат, әр компания, жаңағы банк болмасын, ол басқа да, яғни экономикаға бір өзіндік пайдасын әкеліп жатқан компанияның беріп жатқан қаражаты, яғни ол өзінің қаншама жылғы еңбегінің нәтижесінің бір бөлігін халыққа беріп отыр деген дүние. Біз сол жағынан қарауымыз керек, бұны қолдауымыз керек, және де қадағалау мәселесі өте жоғары дәрежеде болу керек. Өйткені қазіргі уақытта мынау бізде қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетсе, қазаннан қақпақ кетеді деген дүние бар. Бұл енді бізде бұрыннан да болған жағдай. Сол уақыттарда жалпы біз өзіміздің азаматтық позициямызды қадағалауымыз керек. Яғни қазіргі уақытта мынау азаматтық пікірі бар, қоғамда өзінің сөзін сөйлете алатын, немесе бір елдің қаншама адамдардың алдында шығып сөйлейтін азаматтарды осы бір қаражаттың игерілуіне біз қосуымыз керек. Тек қана ол жаңағы сол жердегі әкімдердің, олардың орынбасарларын немесе тағы да бір өздеріне ыңғайлы азаматтардың ғана комиссиясымен шешілетін болса, ол қаражаттардың біз түбін таба алмаймыз. Сол үшін де қазіргі уақытта барлығы да ресми түрде есептеуге болады. Күнделікті жаңағындай қаржының ашықтық болуы, яғни қаржының қайда кетіп жатқандығы, мысалға сол әкімдердің өздері жаңағындай бір үйді немесе сол жаңағы су басқан өңірлердегі азаматтардың арыз шағымдарын объект түрде тексеріп, оларға берілетін қаражаттың да ең соңғы қарапайым азаматқа жетуін қадағалап, және де оның болашақта қалай игеріліп жатқандығын анықтайтындай сондай бір функцияны енгізу керек бұл жерде. Өйткені біз егер де осы қаражаттың өзін тағы да бір істегеннің, ұстағанның аузында, тістегеннің қолында жіберіп қоятын болсақ, онда біздің жалпы мемлекет пен халықтың арасында тағы да бір көзқарас қайшылығы қалыптасуы мүмкін. Сол үшін де мемлекет тарапынан беріп отқан қаражат болмасын, қарапайым жаңағы азаматтардан бастап үлкен компаниялардың қаражаттарының да әрбір тиыны ол міндетті түрде халықтың көз алдында жүзеге асырылу керек. Өйткені халықты біз тек қана осындай бір қатаң шараларды қолдана отырып, жаңағындай қаржының дұрыс игеріліп жатқандығын көрсете отырып қана мемлекет пен халықтың арасындағы бір байланысты қалыптастыра аламыз. Өйткені қарапайым халықтың қазір еңсесі түсіп отыр. Олардың қаражаттары былай айтқан кезде ешкімге де ол басына бермесін, ондай қиын жағдай. Қаншама жыл бойы көз алдында өскен, көз алдында қалыптастырған шаруашылығы, малы бар, тағы да басқаның бір-ақ күннің кезінде айырылып қалуы, ол және де оның мемлекет тарапынан берген қаражаттың тағы да дұрыс игерілмеуі, ол жығылғанға жұдырық болуы мүмкін. Сол үшін де осы бір дүниені кәдімгідей ауылдағы әкімнен бастап министрлікке дейінгі барлығының да мүддесі бір болу керек. Ол қаражаттардың игерілуін қадағалау керек. Егер де осыған байланысты қандай да бір заң бұзушылықтар болатын болса, оған жасалынатын жаза да қатаң болу керек. Әрине азаматтық белсенділік тұрғысынан белсенді азаматтардың қадағалауы бір бөлек. Бәлкім заңдық тұрғыдан қадағалауды күшейту керек шығар. Қалай ойлайсың? Мысалға аудиторлық палатаға да қадағалау керек шығар бұл қаражатты. Енді әрине жалпы мынау шет мемлекеттерінде осы қаржының тиімсіз игерілуі немесе жымқырылуы деген сұрақ ол қылмыстық кодекстің дәрежесінде тұратын дүние. Яғни мынау былтырғы алдыңғы жылдары мысалға біздегі көптеген министрліктердің бюджеттерінің жаңағындай 25-30%-ға дейін игерілмей қалуы,
яғни нарыққа бос ақшалардың қалыптасуы ол инфляцияның туындауына әкеледі, ол жаңағыдай жоспарланған дүниенің болмауына әкеледі деп жатырмыз ғой. Яғни осындай қаражаттарда бізде бір заң әлі де бір жеңілдеу сияқты. Мысалға сол басқа мемлекеттерде егерде сондай бюджеттің қаражаты игерілмей ол өзінің мақсатына жұмсалмайтын болса, бірінші басшыларға кем дегенде жұмыстан айырылады, әйтпесе жаңағыдай қылмыстық жаза тағайындалады екен. Ал біздегі министрлер болмасын, немесе жаңағы облыс әкімдерінде осындай бір бюджеттің қаражатын ысырапсыз жұмсау немесе игермеу мәселесінде әрі кеткен кезде оның орынбасары бір сөгіспен ғана құтылып кетеді. Сол сияқты осы қаражаттардың да заңдық нормасында қатаңдатуымыз керек. Және де аудиторлық палата, мысалға аудиторлық палаталарда негізінен тәжірибесін игерген жақсы, бірақ та бізде енді соңғы уақыттарда мен бір көңіліме жақсы қорымды болып отқан мынау арнайы құрылған қаржы мониторинг агенттігі деген бар. Солардың функциясына беру керек. Яғни біз тағы да жаңағы оны әртүрлі агенттіктерге немесе бір органдарға беріп қоятын болсақ, есептілік алуда қиындап кетеді. Сол үшін де қаржы мониторинг агенттігінің өзінің негізгі функциясы мемлекет тарапынан беріліп жатқан қаражаттардың жұмсалуы, халықтың қазіргі уақыттағы жинаған қаражаттардың діттеген жеріне баруын қадағалау керек болатын болса, осы функцияны осы қаржы мониторингке беру керек. Сол мониторингтің басшылығы күнделікті болмаса да аптасына бір рет әр қаражаттардың жүзеге асқандығы туралы ақпарат беріп отыратын болса, оның өзі де біз үшін үлкен жетістік. Қазіргі уақытта мына сол жеке кәсіпкерлерден, олигархтардан түсіп жатқан қаражаттың көлемін бағана айттық қой, 153 миллиардты. Енді әрине бұл өсуі бек мүмкін, себебі әлі алда уақыт қаншама бар. Енді осы 153 миллиард теңгені біз үнемді жұмсай алсақ, тасқын судан зардап шеккен азаматтардың жыртығын қаншалықты жамай аламыз? Енді бұл жерде тек қана сол компаниялардан берілген қаражатпен ғана біз толыққанды мәселені шешіп тастаймыз деген ол ол өте қиын сұрақ. Өйткені мемлекеттің өзінің де жаңағы мынау резервті қоры бар деген бар. Сосын біздің өзі мынау қабылданған биылғы бюджеттің өзінде біз 2 триллион теңгені жаңағыдай осындай бір әртүрлі форс-мажорлық жағдайға бөліп қойғанбыз. Яғни осы қаражаттарды біз алуға мүмкіндігіміз бар. Және де бұл жерде осы тек қана осы қаражат ол жаңағы азаматтардың үй жайын немесе жаңағы алдындағы малының компенсациясы ретінде ғана емес қой. Бұл оның бір бөлігі ғана. Басым бөлігі, яғни ол инфраструктураны қайтадан қалпына келтіру, қаншама темір жолдар, автожолдарыңыздың барлығы да су шайып кеткендіктен оның барлығы да күрделі жөндеуді талап етеді. Сол үшін де жаңағындай осы қаражаттарды жаңағындай игеру кезінде бір жақсы бір механизм қалыптастыру керек. Мысалға сол жаңағы Қазақстан халқына қоры деген бар бізде. Сосын әр өңірлердің өздерінің осы қаражаттарды жинақтайтын арнайы есепшоттары ашылған. Яғни сол жерде бұл сол өңірлердегі әкім қаралардың мүмкіндігіне немесе қолына берілмеу керек. Бұл кәдімгідей бір арнайы республикалық комиссияның шеңберінде болу керек. Яғни жауапкершілікті солар алады, және сол қаражаттың да қалай игерілген. Өйткені біз егерде тағы да сол 10 облысқа деп жаңа қаражаттарды бөліп беретін болсақ, және сол облыстың әкімдерінің мүмкіндігіне қарай, солардың қол астына қарай игеріп қоятын болсақ, оны да біз есепке алу қиындап кетеді. Сол үшін де мысалға ең зардаптан қатты жапа шеккен біздегі батыс өңірлері болатын болса, ол жердегі қаражаттарды жаңағындай жол салатын болатын болса да, ол жаңағы дамбалар салып немесе жаңағындай су қоймаларын салатын болса да, осыларды сол жерде республикалық комиссияның құзыретінде болуы керек. Қазіргі уақытта төтенше жағдайдан зардап шеккен тұрғындарға берілетін мемлекет тарапынан қолдау төңірегінде әңгіме қозғайықшы. Бұл ресми ақпарат. Біздің премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенованың берген сұхбатында мынандай делінген екен. Тасқын судан зардап шеккендердің барлығына 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде бір жолғы төлем қарастырылған. Сонымен қатар бүгінде ол 11 мыңнан аса отбасыға төленген. Үкімет азаматтарға бүлінген үй заттарын алу үшін қосымша 150 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде көмек көрсету туралы шешім қабылдады деді. Жақсы, енді қазір бұл көмектің бір қатарын біздің тасқыннан зардап шеккен азаматтар алып жатыр. Енді бұнымен қоса үйлері жарамсыз болып қалған жағдайда үйлерін салып беріп жатыр. Сонымен қатар су астында кеткен мал шығындарын толыққанды өтеу 100%
мемлекет тарапынан болады деген ақпарат естіп жатырмыз. Сіздіңше бұл мемлекет тарапынан беріліп жатқан көмектер жеткілікті ме? Әрине, бірінші кезекте бұл тікелей табиғи апат дейміз ба, немесе сол жердегі әкімдердің бір іскерлік белсенділігінің төмендігінен болған жағдай болғандықтан мемлекеттің оны толыққанды 100% жаңағындай қайтарып беруге міндеттеме алғандығының өзі, бұл енді былай айтқан кезде жалпы біздің осы мемлекеттегі бір инклюзивті дейміз ба, жалпы әлеуметтік салаға бағытталғандығының бір нәтижесі. Оны қолдауымыз керек. Енді қазіргі уақытта арнайы нормативтер бар. Соған сәйкес мысалға жаңағы бір рет көмек ретінде 100 айлық есепті көрсек, сол енді мөлшермен 400 мың теңгенің көлемінде, одан кейін тағы да 150 айлық есепті көрсек, сонда жалпыламалаған кезде бір 1 миллионның әр жақ бер жағында әрбір азамат жаңағындай жапа шеккен азаматқа беріледі. Енді бұл жоқтан бар. Бірақ та енді сол жердегі сол азаматтардың толыққанды жаңағындай мұқтаждықтарын жауап береді деп айтуға да ыңғайсыздау. Өйткені бірақ та біз бір нәрсені ескеруіміз керек. Жалпы табиғи апат болған кезде жалпы мемлекет тарапынан берілетін көмек ол жалпы халықаралық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылады. Бұл жерде жаңағыдай енді халық болғаннан кейін бес саусақ бірдей емес деген дүние бар. Мысалға біреулер соны қанағат тұтып енді халықтың басына түскен жағдай деп қабылдау мүмкін. Кейбір жерлерде керісінше жаңағындай енді ол енді әр азаматтың мүмкін сол өзінің мүліктерінің де бағасының құнының әртүрлі болуына байланысты жаңағындай бір араздықтарда болуы мүмкін. Сол үшін де бұл жерде арбанда сындырмай өгізді де өлтірмеудің ең бір тиімді тәсілі бұл жаңағы объективті түрде есепке алыну керек. Одан кейін жаңағы мына адамдардың шығындарын есептеу механизмі бірдей болуы керек. Яғни біз әр жерде әртүрлі расчетпен, есеппен жасалатын болса, ол тағы да халықтың арасында алауыздықтың болуына әкеледі. Сол үшін де жаңағындай ең бір алтын ортасын табудың мүмкіншіліктері қарастыру керек. Ол мына халықтың болашақта болатын жағдайларын ескеруге мүмкіндік береді. Ол қалай? Мысалға жаңағы сол әртүрлі судан тасқыннан зардап шеккендердің мүліктерінің тек қана 1,5-2% ғана сақтандырылған. Былай айтқан кезде бұның өзі де біздің халықтың әртүрлі осы табиғи апаттарға дайындықсыздығын көрсетіп отыр. Немесе бір бейжайлық дүние бар. Сол үшін де ал шет мемлекеттерінде жалпы мынандай қазір негізгі салмақ біздің мемлекеттің бюджетіне түсіп отыр, ұлттық қорға түсіп отыр. Одан қала берді жаңағы халықтың болашағына бейжай қарамайтын кәсіпорындарға да түсіп отыр. Ал шет мемлекеттерде осының барлығын заңдастырып қойған. Яғни сіздің қораңыздағы қойыңыздан бастап жаңағы оның тұратын қорасы, үйі бар, қандай жағдай болмасын барлығында мүлікті сақтандырып қою процесі шет мемлекеттерде жақсы дамыған. Яғни бізде сақтандыру деген кезде біз егерде ол міндетті болып қалатын болса ғана, оның өздері ең соңғы күні ғана төлеп атамыз. Мысалға автокөлік бізде міндетті сақтандыруға шыққандықтан біз соны төлеу, ол хабарлама келіп бір күн қалған кезде төлеп ататын жағдайлар көп. Яғни халықтың өзінің болашағына яғни қарағаннан гөрі мемлекетке сенім білдіретін жағдайлар көп кезігеді. Яғни бір енді артық айтсам халқым ренжімес, мысалға бір масылдық психология бар сияқты көп адамдарда. Яғни бірдеңе болатын болса мемлекет төлеп беру керек, мемлекет бізге оны орын жауап береді деген сияқты. Бірақ біз өзімізде өз тарапымыздан жаңағындай оны заңды түрде жаңағындай сақтандыратын болсақ, ол сақтандыру арқылы біз қораларымыздағы малдарымызды инвентаризация жасаймыз. Яғни қанша малымыздың бар екендігі, яғни осылардың өзін қарапайым халық мемлекетке айтудан жасқанады. Яғни ол әртүрлі әлеуметтік жәрдемақы алып отырған азаматтар қағылып қалам ба деген сияқты, немесе жаңағыдай менің статусым көтеріліп кетеді, мен жоқ оны ешқай жерде көрсетпей қояйын, мен аз ғана малымды көрсетейін дегеннің нәтижесінде де осының салдары енді болып жатыр. Яғни егер де оның барлығында ресми түрде сақтандыру органдарында тұратын болған жағдайда, онда мемлекетке де осыны дұрыстап есептеп беріп, әрбір шығынның орнына компенсацияны да объективті түрде беруге мүмкіндік бар еді. Ал енді қазіргі уақытта көп азаматтар ресми түрде мысалға 20 қойы болатын болса, жоқ менің 150-ден астам қойым су астына кетті деген сияқты. Burada кімге сену, кімге сенбеу ол енді бір өте қиын жағдай. Сол үшін де мемлекет ол өзінің қолда бар мүмкіндігіне байланысты бюджеттегі қарастырылған
қаражатқа байланысты көмектеседі. Ол біреуге аз тиюі мүмкін, біреуге көп тиюі мүмкін. Ал біз өз тарапымыздан да осыны ресми түрде жаңағыдай барлығын есепке алып, сақтандырудың жерде сақтандырып қоятын болсақ, бұл болашақта болатын тағы да бір қайталанатын шығындардың алдын алуға мүмкіндік береді. Бағана айтқаныңыздай әлі де 2 триллион теңге мемлекеттік резервте бар деп отырсыз. Демек біз енді сол резервке де қол салуымызға тура келеді ғой бұл шығындарды жабу үшін. Осы біздегі қазіргі уақытта осы қалыптасқан кәсіпорындарға, ұлттық компания болмасын, тағы да басқа ірілі ұсақты компанияларға қол жая беру тәжірибесі бізде ол әрі қарай жалғаспау керек, менің өзім пікірім. Өйткені біз егер де тағы да өстіп жаңағындай үндеу тастап, соларды мәжбүрлей беретін болсақ, ол біздегі ресми түрде жұмыс жасап жатқан кәсіпорындар көлеңкелі экономикаға кетіп қалу қаупі бар. Мысалға кім өзінің жинақтаған қаражаттың бір бөлігін әрбір уақыт сайын осындай бір басқа да бір азаматтардың жұмысының нәтижесі салдарынан беруге мүдделі. Оның ішінде бизнес өкілдері ондай нәрсеге өте сыни түрде қарайды. Сол үшін де бұл бір реттік көмек ретінде ғана қалу керек. Ал ендігі мәселе жаңағындай ол мемлекеттің болашақта болатын салдармен күресудің тиімді жолдарын қалыптастыру. Ал енді қазіргі мынау 2 триллион теңге ол әдімгі резервпен қалыптастырған. Бізде енді ол жылғана енді ғана басталады. Бірінші квартал енді ғана бітті. Болашақта жаңағындай ол жаңбыр жауа ма, жаумай ма, егін шаруашылығы қалай болады, күзгі түсім қалай болады деген сияқты міне соның барлығында жоспарлаған қаражатты біз қазір сол қаражаттарды жұмсауға мәжбүрміз. Яғни бұл деген сөз мемлекет әрине ол өзінің бюджеттегі мүмкіндігіне байланысты қаражат жұмсалады. Бірақ та біз осы қаражаттарды жұмсай отырып, сол қаражаттарда бізге экономикалық тиімділік әкелетін жағына қарай жұмыс жасау керек. Ол қалай? Мысалға қазіргі уақытта құрылыс жұмыстары басталады. Яғни құрылыс жұмыстарының өзін бастаған кезінде де біз енді осы жерде ғылымды қосуымыз керек. Яғни осы уақытқа дейінгі болған жаңа су тасқынында көп зардап шеккен ауылдар, олар сол өзенге, көлдерге жақын орналасқан. Мысалға нормативті ғылыми түрде қарайтын болсақ, ең кем дегенде 500 метр арақашықтық болу керек. Ал қазіргі уақытта біз оны тағы да 3 километр, 4 километрға дейін созуымыз керек. Мына жаңадан салынатын үйлердің барлығы да ол сол қайтадан бір 5 жылдан соң қайтадан су тасқыны болатын болса, сол тағы да шайып кетпейтіндей, су алыстан сулардың бару мүмкіндігі аз болатындай алаңқайларға салыну керек. Және де сол салынатын құрылыс материалдары болмасын, тағы да басқа қажеттіліктердің 90-100%-ға дейін көлемін біздің өзіміздің отандық кәсіпорындарға тапсырыс ретінде беруіміз керек. Яғни соны негізгі бас тапсырушысы соған кететін қаражаттарды өзіміздің экономикаға жұмыс жасауымызға мүдделі болуымыз керек. Немесе жаңағыдай уақыт тығыз тағы да басқа деп біз тағы да көршілес Ресейден, тағы да басқа жерлерден құрылыс материалын әкеліп, әйтеуір тезірек осы сұрақты жауабымыз керек деген сияқты принцип болатын болса, бұл бізге 2 есе шығын әкеледі. Жақсы, енді қазір бұл су тасқыны біздің ғана елімізде емес, әлемнің түкпір-түкпірінде болып жатыр. Енді іргелес жатқан, көршілес жатқан Ресей мемлекетінде де орын алып жатыр. Оны жақсы білесіз, Жалпы салыстырмалы түрде айта аласыз ба? Осы көрші мемлекет Ресей зардап шеккен тұрғындарына қол ұшын қалай созып жатыр? Әрине, бұл бағанағыда айтып өткендегідей, ол әр мемлекеттің өзінің әлеуметтік экономикалық жағдайына тікелей байланысты. Енді бізде Аллаға шүкір, мұнайымыздың деп айтайық, жаңағы ұлттық қорымыз бар, бірақ та ол ұлттық қорға да жаңағындай көңілді бөле бермеуіміз керек. Оның негізгі мақсаты президент тағы да айтып өткен 2029 жылы қазіргі 55 миллиард доллар қаражаты бар ұлттық қорды 100 миллиардқа жеткізу. Ол бірінші мақсат болу керек. Яғни басқа да резервті қорлармен қазір біз жағдайдан шығып жатырмыз. Яғни бұл менің ойымша біз енді толыққанды осы бір сынақтан шығару алуға мүмкіндігіміз бар. Жалпы халықтың да пиғылы дұрыс, жалпы біздің компаниялардың ниеті дұрыс деген сияқты. Ал енді көршілес мемлекеттер қарайтын болсақ, әрине осы мендегі бір ақпараттарға сәйкес сол жердегі азаматтарға оның үйі бұзылса да, оның жаңағыдай экономикалық шаруашылығы барлығы да қолдырап кетсе де, бір реттік қана көмектер беріледі. Яғни 100 мың рубль, енді біздікімен шаққан кезде 500 мың, 600 мың теңгенің көлемі болатын болса,
сондай ғана көмек. Бұл енді әрине өте қиын жағдай. Өйткені тағы да айтып өтем, Ресей мемлекетінің қазіргі уақыттағы экономикалық жағдайы енді ол бір анағұрлым мәз емес. Өйткені оған себеп болып отқан енді соғысқа кетіп жатқан шығындар бар, немесе жаңағындай басқа да сыртқы мемлекеттерден қандай да бір гуманитарлық көмек алуға жаңағындай шектелген, олардың мынау басқа бір халықаралық қаржы институттарынан, бүкіл әлемдік банктен осы бір салдарды күресуге алынатын қаражаттардың шектелуінің өзі ол мемлекеттердегі, сол Ресей мемлекетіндегі жағдайдың өте қиындығын көрсетіп отыр. Сол үшін де жаңағындай ол мемлекеттегі жағдаймен бізді салыстырған кезде бізде әрине анағұрлым жоғары. Сол үшін де қазіргі мемлекеттің беріп жатқан көмегі ол енді жаңағы тағы да айтқым келіп отыр, сол азаматтарды 100% жаңағы олардың өтемін төлеп алмайтындығын білуіміз керек, сезінуіміз керек, және мемлекет берген сол қаражатты соған жаңағындай біз тәубашылығымыз болу керек. Бірақ та ол деген сөз жаңағындай сол екі арадағы делдал болып жатқан жаңағы әкімдер болмасын, тағы да басқа комиссияның мүшелерінің жұмыстарының жауапкершілігінде жатыр. Яғни бұл қаражаттар жаңағы 153 миллиардыңыз бар, мемлекеттің өзінің резервінде сақталып тұрған қаражаттар, ол енді толыққанды шешуге мүмкіндік беретін дүние, бірақ та соның енді дұрыс иеленуіне деген кезде біздің азаматтық жауапкершілігіміз, мүддеміз бір жерден шығатын болса ғана нәтижелі болады. Жақсы, енді қазіргі уақытта елімізде орын алған төтенше жағдайға қатысты Құлсары халқының наразылығы туындап жатыр. Бұл тұрғыда сізге нақты дерек пен дәйек арқылы келтірейінші аға. Құлсарының тұрғындары мынандай талап қойып отыр биліктің алдына. Біздер топан судан зардап шеккен халық. Маңдай терімен, адал еңбегімен салған үйінің әділетті бағасы есептеліп, ақшаны қолымызға алғымыз келеді. Үйлерімізге әр шаршы метріне 400 мың теңгеден ақы төленіп, сол ақыны қолымызға алғымыз келеді деп талап қойып отыр. Бұл енді қаншалықты әділетті және заңға сыйымды? Әрине енді бұл бір жағалап барған кезде халықтың жан айқайы. Яғни екіншіден бұл сол азаматтардың сол жердегі билікке деген сенімсіздігі. Яғни әкімдер егерде сол жерде оны тиімді ұйымдастырып, халықтың көңілінен шығатындай құрылыс компаниялары бар, тағы да басқа бар. Яғни халықтың сұранысын қанағаттандыратындай дәрежеде жұмыс жасайтын болса, осындай бір әртүрлі жаңағыдай бір әлеуметтік пікірлер негізге аз айтылушы еді. Яғни бұл жерде біз бірінші кезекте сол жердегі бір жүйесіздікті көріп тұрмыз. Екіншіден әрине менің өзімнің жеке пікірім, бұл жерде жаңағы былай айтқан кезде енді ол азамат ретінде оларға солай тиімді де болуы мүмкін. Бірақ та бізде бір жағдай бар, көбінесе мынау қаржылық сауатсыздық деген жағдайды ескеруіміз керек. Мысалға біз жаңағы тіпті сол кісілердің дегеніне көніп, әрбір шаршы метріне жаңағы 400 мың теңгеден беріп, егер ол мысалға 100 квадрат метр үй болатын болса, мысалға ол жаңағы қаражатты есептей беріңіз қанша болатын. Сол қаражатты біз қолына берген кезде ол дәл сондай үйді сала ала ма, сала алмай ма дегенде сұрақтар бар. Өйткені көбінесе жаңағыдай біз сондай тәжірибелер болған ғой, мысалға білесіздер. Өстіп бәрін ол жекешелендіру кезінде болған жағдай, мысалға алдарына мал беріп жекешелендірген кезде көп адамдар өзінің бір экономикадағы бір сауатсыздығының төмендігіне байланысты сол қаражаттарды немесе сол мал мүлікті дұрыс игере алмай, аяғында тағы да қолдарына арқан ұстап қалған азаматтар көп болған. Ол біздің тарихымызда бар нәрсе. Сол үшін бұл жерде сол енді қолға қаражат беру арқылы жағдайдан шығу деген ол бір мүмкін дүние емес. Ал ең бастысы бұл жерде сол қаражаттарды жүзеге асырылуын бақылау кезінде халықтың мүмкіндігін арттыру керек. Яғни қаражат түсті ма шотқа, халық біліп отыру керек. Мысалы оның үйі салынып жатыр, қанша қаражат түсті, және оған қандай шикізаттар алынды, сапалы шикізат алынды ма, үйді құрылыс жүргізу процесі қалай болып жатыр деген сияқты. Осының барлығында да қарапайым халықтың бақылауын күшейтетін болса, онда жаңағы қолына қаржы беріп, сол арқылы өзіміз салып аламыз деген сұрақтан да бұл тиімдірек болады. Сол үшін де қаражаттың енді былай айтқан кезде ол жерде Құлсары болмасын, тағы да жер болып әртүрлі жерде мысалға үйлердің мысалға әркім өзінің үйін жақсы болғанын қалайды.
Біреу мысалға жағдайына байланысты 2 этаж үй салуы мүмкін, біреу жаңағындай бір кішкентай ғана әйтеуір бала шағасы тұратындай үй салуы мүмкін. Ал бұл жерде біз оның әрбіреуінің әлеуметтік жағдайына байланысты қаражат берілмейді ғой. Олай болатын болса, бюджеттің бір тұтастық принципі жоғалады. 22 миллион теңгені саяжайдағы үйлерге беретін шығар. Құлсардағы үйлердің іргетасының өзіне соншалықты қаражат кетеді деп шағымданып жатыр. Жалпы сіздіңше жарамсыз үйлердің шығындарын өтеуде қандай да бір есеп-қисап болуы керек шығар? Енді жалпы мынау төтенше жағдай болған кезде өзі арнайы стандарттар бар негізінен. Біріншісі мысалға ол сол үйдің, қораның, ғимараттың деп айтайық, бұзылу дәрежесіне байланысты. Егер де ол үйді жөндеуге мүмкіндік болатын болса, ол бір жаңағыдай үлкен дөңнің үстінде тұрып жаңағыдай одан су шаймай өтуі мүмкін, басқа жерлер су шайып, мысалға оны бұзып тастағаннан гөрі оны жөндеуге қаражат аз кетеді және де оны сақтап қалу мүмкіндігі бар деген сияқты. Бұл жерде тағы да бағалау жаңағындай жұмыстардың нәтижелеріне байланысты. Екіншісі мүлдем жаңағындай оның іргетасының бәрін су алып кететін болса, ол болашақта жаңағындай құлап кету қаупі болатын болса, яғни оның әртүрлі дәрежесіне байланысты. Осындайды есептеу арқылы жаңағындай арнайы өзінің заңдық нормалары бар. Яғни ол жерде де ол осы үйлердің құлап қалмау қаупін анықтау арқылы есептелінеді. Және де сол дәрежеге сәйкес қаражат та бөлінеді. Егер де толыққанды жаңағындай үйді әрі қарай жұмыс жасау мүмкіндік болмайтын болса, ол жерге толыққанды сол үйдің немесе соған балама ретінде басқа да бір үй беру мәселесі қарастырылып жатыр. Ол өте қалыпты жағдай. Мысалға адамдарға таңдау беріліп жатыр. Ақша арқылы жаңағыдай саған үй салып береміз, немесе ол жерде тұрмай басқа жерден үй керек дейтін болса, альтернатива ретінде басқа жерден үй алып беру процесі. Енді бұл жерде сол жергілікті жерде құрылған комиссияларға түсетін салмақ ауыр ғой. Өте үлкен салмақ, және де бұл жерде тәжірибелі мамандардың болуы керек. Біздің бір тоңазытқышымыздың өзі 500 мың теңге тұрады дейді. Иә. Енді осы тұрғыда зардап шеккендер бағанағы бөлінген мүлкінің сапасына қарап және оның нарықтық бағасына қарап өтемақыны қайтаруды талап етіп отыр. Жалпы бұл экономикалық тұрғыда мүмкін нәрсе ме? Енді бұл жерде біз бір нәрсені ескеруіміз керек. Жалпы осы тұрмыстық техникалар дейміз. Мысалға енді көп азаматтар оны сатып алған кезде, мысалға оның да өзінің бір кепілдері болады. Банктен сатып алатын болса, банктың өзінің ұсынатын жаңағындай бір сақтандыру полистар деген сияқты бар. Бірақ та енді ол енді оның уақытына байланысты, жаңа ескілігіне байланысты деген сияқты. Ал енді бұл жерде тағы да бір ескеретін жағдай, егер де ол ресми түрде бір тіркелмейтін болса, бұл өте бір күрделі мәселе, және де әлсіз мәселе, өте бір нәзік мәселеде. Өйткені әр азамат біреуінде мысалға біреуінде 4 телевизор болуы мүмкін, біреуінде 1 телевизор, біреуінде холодильник ескі болуы мүмкін, біреуінде жаңа болуы мүмкін деген сияқты. Ал компенсацияға келген кезде бәрінде жаңағыдай бір жаңа дүниенің алып беру мәселесі де туындамауы керек. Өйткені мемлекеттің бюджеті ол ең бастысы жаңағындай барлығында да объективті түрде көмектесу. Сол үшін де жаңағындай халықтың өзінде бір сондай енді бір қалай айтуға болады, барына қанағат ету процесінде біз ескеруіміз керек. Халыққа жаңағындай ол бір рет көмек көрсетілді, әйтеуір үйін салып берді, алдына жаңағындай малын қойып берді деген сияқты. Одан кейінгі процестерді біз ескеруіміз керек. Яғни ол халықтың еңсесін көтеріп кетуге мүмкіндік беретіндей жағдай жасауымыз керек. Ол үшін не істеуіміз керек? Біз мысалға мынандай бір жақсы тәжірибені мен өзім ұсынғым келіп отыр. Мысалға бізде мемлекеттік сатып алулар деген бар. Яғни біздегі барлық мемлекеттік органдар, әкімшілік болмасын, тағы да басқа мемлекеттен қаржыландыру органдарының барлығы да мемлекеттік сатып алулар процесіне қатысады. Сол жердегі сатып алынатын тауарлар болмасын, көрсететін қызмет болмасын, жасалатын жұмыс 3 категория болатын болса, сондағы тауарлардың біз 80-90%-ын жаңағы мемлекеттің қаражатын Қытайдан келетін немесе жаңағына көршілес Ресейден келетін тауарларға жұмсайды екенбіз. Яғни мемлекеттің қаншама триллион қаражаты сыртқа кетіп жатыр. Міне осы кезде осы мемлекеттік сатып алуларға қажетті тауарларды сол судан зардап шеккен өңірлердегі кәсіпкерлерге тапсырыс ретінде беретін болса, яғни сол жердегі кәсіпкерлер мемлекеттің тапсырысын ала отырып, олар тезірек жаңағындай бұрынғы өзінің
экономикалық жағдайына келуге мүмкіндік алады. Өйткені мемлекеттен кепілді тапсырыстар бар. Осы бір тәжірибені осы 10 облысқа жақсы енгізетін болсақ, және де ол бірінші кезекте мемлекеттің өзінің қаражаттарының өзінің экономикасында қалуға мүмкіндік береді. Екіншіден, сол өңірлердегі бизнеста жапа шеккен азаматтардың да тезірек жаңағындай нарықтық ортаға бейімделуіне мүмкіндік береді. Міне осындай бір тәжірибелерді біз кең көлемде қолдануымыз керек. Жақсы, рахмет аға. Енді түйін сұрақ болсын. Бұл жерде сіздің азаматтық көзқарасыңызды білдірсеңіз, иә. Бағанадан бері әңгімеміздің басынан бері айтып жатырмыз, мына 153 миллиард теңгенің әңгімесі. Әрине, үлкен қаражат, қомақты сома. Осыған қатысты қазіргі таңда ресми ақпарат көздерінде жарияланған біз деректер мен дәйектерге сүйенетін болсақ, кәсіпкер Тимур Құлыбаев 30 миллиард теңге. Кәсіпкер Болат Өтемұратов 10 миллиард теңге. Бей Групп компаниясы 5 миллиард теңге. Сонымен қатар кәсіпкер Кеңес Рақышев пен Сәби Қайырымдылық қорының президенті Әсел Тасмағанбетова 1,2 миллиард теңге. Каспий сайтының құрылтайшылары Вячеслав Ким мен Михаил Ламтадзе 20 миллиард теңге аударған дейді. Тіпті Самұрық қазына қорынан 15 миллиард теңгесі тасқынның салдарын жоюға бөлінген дейді. Енді бұл жерде қарапайым бір сұрақ қараша халықтың көңілінде туындап тұр. Бұл патриоттық рух па? Әлде жаңашылдықтың жемісі ме? Әрине, бұл жерде бірінші кезекте сол жаңағы беріліп атқан қаражаттар, жаңағы өзіңіз айтып өткен үлкен ірілі ұсақты компаниялардың қаражаттарының негізгі қалыптасуы да осы елде болып атқандықтан, сол елдің табиғатын, ішкі сыртқы қазба байлықтарын пайдалану арқылы қол жеткен дүние ғой. Мысалы, олар бір сырттан бизнесін жасап біздің Қазақстанға беріп атқан жоқ. Яғни Қазақстанның іші де сырты да бай мемлекет болғандықтан, соның нәтижесінде олар осындай жағдайға жетті. Сол үшін де менің өзімнің жеке пікірім, бұл әрине бірінші кезекте енді президенттің өзінің үндеуіне қолдау. Екіншіден, жаңағы айтып өткен азаматтардың халықтың алдындағы бір репутациясын қалыптастыру деп өзім ойлаймын. Рахмет аға сізге. Көп рахмет. Сізбен біздің арамыздағы әңгімеміз тұшымды болды, халыққа пайдалы, тиімді болды деген ниеттемін. Иә достар, осымен бүгінгі біздің сұхбатымыз тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ең бастысы осынау сын сағатында бірлігіміздің көбесі сөгілмесін.